Қымбатты ізденушілер, сіздерге мен жақында болатын тренингтің тақырыптарымен қысқаша таныстырып кеткім келіп отыр. Ол тренинг мен кіммін және бойымдағы қасиетті қалай ашуға болады деген тақырып. Бұл өте күрделі, өздеріңіз көріп отырсыздар. Мен кіммін деген ол мысалы әркім әртүрлі жауап береді. Біреуі мынау мен, ол мен деп жауап береді. Біреуі айтады, атын айтуы мүмкін, біреуі өзінің мамандығын айтуы мүмкін, біреуі айтады, мен анамын, әкемін дейді, біреуі мен сіңілімін, мен апайымын дейді, мен мұғаліммін дейді. Сондай әртүрлі өзінің осы өмірдегі орындарын, өздерінің рөлдерін айтады. Бірақ та ең ақиқат мен, ол біз ішкі жан дүниеміз, жанбыз. Ақиқат жанды түсіну, сезіну, міне тренинг осымен айналысады. Адам өзін сезініп, өзінің Алланың нұры екенін сезініп, өзі сол сәуле екенін, іштегі жан екенін сезініп барып, өзінің қазіргі өмірін бақылап, өзінің мен не істеп жүрмін, мен қандай деңгейдемін, қалай өзімді ашу керек, қалай жолымды табу керек деген сұрақтар пайда болса, сіз өте дұрыс жолда келе жатырсыз. Бұл адам өзін тапқан сайын, түсінген сайын, түсінік болған сайын адам бақытты бола бастайды, көңіл күйі орныға бастайды, сабырлық келеді. Сабырлық деген бұл жаңағы психология гармония дейді, сабырлық дейді, үйлесім дейді. Бәрі бір нәрсені бізге түсіндіртеді. Сабырлықтың өзіне түсіну осы тренингте тереңірек біз айтып өтеміз олардың бәрін. Сондықтан бұл тренингке бір жағынан қатысқандарыңызда пайдасы өте көп болар еді сіздерге. Сонан кейін бұл мен кіммін деген тақырыпқа өте көп айтуға болады. Сонан кейін әр жағында өзімді қалай табамын деген сұрақ. Мысалы, әр адам өзі жеке тұлға, әр адамның бойында қасиет бар. Осы дүние жүзінде қанша адам бар, сонша қасиет, сонша ерекшелік бар. Алла тағала өзінің әр қайсысын өзінің ерекшелігімен жаратқан. Сондықтан біз соны ашуымыз керек, соны ары қарай әр қырынан біз ашылып, дамып, кәдімгідей рухани деңгейіміз көтерілу керек. Сонда ғана біз ақыл парасат арқылы рухани деңгейге жетеміз. Бұнда адам өзі үш бөліктен тұрады ғой. Дене, жан, рух үш бөліктен тұрады. Бұл да өте үлкен тақырып, бұған да әлі тоқталамыз. Сондықтан сол дене мен жанның арасындағы шекараны, жан мен рухтың арасындағы шекараны толық түсіне білсек, біз дұрыс бағытта болар едік. Онда өмірлеріңіз жеңілдеп, көкіректегі көздеріңіз ашылып, бақыттықты сезіне бастайсыз. Бұл бақытты болу деген адамның бойында толқыныс пайда болған дұрыс. Адам көңілді жүреді, көңілі көтеріңкі жүреді, бойында өте шексіз махаббат көп болады, оны басқамен бөліскісі келеді. Сол адамды бақытты қылып алады. Егер адам өзі бақытты болғанды сезе алмаса, ол басқа адамдарды бақытты қыла алмайды. Ол әлсіз келеді, онан кейін күш-қуаты кете бастайды. Ол неден болғанын білмей, адамдар аласара бастайды. Қазір тарихи деңгейде өзгерістер өмірде жүріп жатыр. Адамның ішкі жан дүниесінде сонымен байланысты өзгерістер жүріп жатыр. Сондықтан адамның жиі шаршап, неден бастарын білмей, қазір ізденістің үстінде көбісі оқып жатады, көбісі ашылып жатады, көбісі өз бағытын тауып жатады. Сол әрине мені қуантады. Сондықтан бұл тренингтердің мағынасы осында: адамның ішкі жан дүниесімен жұмыс жасау, бойындағы әртүрлі қасиеттерді ашу. Бұл қасиеттердің өзінің әртүрлі түрлері өте көп. Оған да Алла қаласа тоқтаймыз. Сіздерді тренингке қатысуға шақырамын, өйткені пайдасы өте көп болар еді өздеріңізге.